Екі қуатты еуропалық державаны бөлетін Ла-Манш бұғазы ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең маңызды теңіз жолдарының бірі болды. Алайда, бұрын бұғаз арқылы жүзу жартасты жағалаулар мен теңіз дауылдары сияқты қауіптерден өтуге мәжбүрледі. 19 ғасырдың басында инженерлер 33 км қашықтықта орналасқан жағалауларды байланыстыру үшін түрлі жобаларды ұсынды. Олардың қатарына жасанды аралдар, жүзбелі платформаларды ілінген және суға батырылған құбырлар және кез келген қолданыстағы тоннельден 2 есе ұзын су асты өткелі кірген. Ғасырдың аяғында еуропалықтар үшін соңғы ұсыныс ең тартымды болып көрінді. Тоннель өткізгіш машинаның өнер табысы және теңіз түбіндегі бур жыныстарының тұрақты қабатының табылуы осы фантастикалық тоннельді салудың мүмкіндігін тудырды. Бірақ бірде-бір инженер бірінші кезектегі кедергілерді қалайша жеңуге болатынын елестете алмады. Сол кезде географиялық оқшаулау ағылшындарға стратегиялық басымдыққа ие болуға жол берді және француз шабуылының қауіп-қатері тоннель құрылысының басталуына кедергі туғызған. Ауадағы әскери іс-қимылдарының өсуімен бұл қорқыныш жоғалып кетті. Алайда олардың орнын жаңа экономикалық қиындықтар басты. Ақырында жер жұмыстары басталғаннан кейін 100 жылдай өткен соң Англия мен Франция келісімге келді. Тоннель жеке қаражатқа салынады. 1985 жылы француз және ағылшын компанияларының тобы 14 миллион фунт стерлингті инвестициялады және тоннель сол уақытқа ең қымбат инфрақұрылымдық жобаға айналды. 3 жеке тоннель салу қажет болды. Біреуі Францияға баратын пойыздар үшін, екіншісі Англияға баратын пойыздар үшін және тағы біреуі бұл екі жолдың арасында қызмет көрсету үшін. Тоннель көлденең өткелдерді, авариялық өткелдерді және ауа өткізгіштерді қоса алғанда 200 км-ден астам жиынтық ұзындықты құрады. 1988 жылы жұмысшылар ортасында кездесуді жоспарлап, екі жақтан қаза бастады. Француз жағалауындағы зерттеулер бойынша көптеген жарықтардың болуын анықтады. Осы кішкентай сызаттар арқылы қатты жынысқа су өтті. Сондықтан инженерлерге суға төзімді бұрғылау машиналарын әзірлеу тура келді. Ағылшындар құрғақ жағдайды күтіп бұрғылау техникасын пайдаланды. Бірақ жұмыс басталғаннан бері бірнеше ай өткен соң су жасырын жарықтар арқылы өте бастады. Дымқыл борды бұрғылау үшін ағылшындарға пайда болған жарықтарды бітеу мақсатта цемент ертіндісін қолдануға тура келді. Тіпті бұрғылай бастаудан бұрын бор жынысын алдын ала нығайтып тұрды. Осы кедергілерден өтіп, екі бригада максималды жылдамдықпен бұрғылауды бастады. Салмағы 1300 тоннаға дейінгі бұрғылау машиналары сағатына 3,5 метр жылдамдықпен жұмыс істеді. Алға қарай жылжу барысында олар әр бұрғылау машинасынан кейінгі жолды нығайту үшін қаптау сақиналарын қойып отырған. Ең жоғары жылдамдықта да мұқият жұмыс істеу керек болды. Бор қабаты тұрақсыз қатты жыныстармен саздың арасында біркелкі емес және алдыңғы геодезистер 100 деген орыннан астам жерде бұрғылау жұмыстарын жүргізген. Осыған қоса, екі бригада бір-бірінен 2 сантиметрден аспайтын қашықтықта кездесу үшін өз координаттарын үнемі тексеріп отырды. Осындай дәлдікке қол жеткізу үшін бұрғылаушылар спутниктік навигация жүйесін пайдаланды, сондай-ақ қазба қалдықтары бойынша қажетті тереңдікті анықтаған палеонтологтарға жүгінді. Құрылыс кезеңінде жобада 13 мыңнан астам адам жұмыс істеді. Ал олардың 10 үшін бұл жұмыс өлім құнына тең болды. Арада 2,5 жыл жер қазу жұмыстары өтіп, екі құрылысшылар бригадасы бір уақытта кездесті. Британдық жұмысшы Грэм Фак Франция жеріне өтіп, мұздық кезеңнен басталған уақыт аралығында бұғазды құрылық арқылы кесіп өткен алғашқы адам болды. Жұмыстарды аяқтау керек болды. Көлденең өткелдер мен сорғы станцияларын салу, 150 километрден астам рельс, кабельдер мен датчиктер орналасты. 1994 жылдың 6 мамырында өткен ашылу рәсімі тоннель құрылысының аяқталуына атап өтті. Тоннельдің толық масштабта пайдалануы 16 айдан кейін жолаушылар, автомобильдер мен жүк көліктерін тасымалдау үшін пойыздардың іске қосылуымен басталды. Қазіргі уақытта Еуротоннель жылына 20 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсетеді. Өкінішке орай, бұл сапарлар толықтай заңды негізде жүргізілмейді. Мыңдаған босқындар Ұлыбританияға тоннель арқылы өтуге тырысты, алайда кейбір ұмтылулар өліммен аяқталды. Осындай өкінішті жағдайлар тоннельдің оңтүстік кіреберісін тұрақты шиеленіс ошағына айналдырды. Тоннельдің салыну тарихына қарап, біз адамзаттың кедергілерді жоюға ұмтылған кезде шынайы
ғажайыптарға қабілетті екеніне көз жеткізе аламыз.